қарап жүрем ғой. Бәрі көңіл күймен Астана күніне асығып келе жатамыз кәдімгі. Жай келмейміз. Толып келеміз ғой, шұбырып келеміз кәдімгі. Ешкім қалмайды. Папа, мама, ата, әже. Ол аздай үші бір құдағи жүрет қасыңда. Ол құдағиға просто айтады жаңағыдай. Біз Астанаға баратыр, құдағи бармайсыз ба десе, барып қайтайын деген кезде. Қайдан айттық бар оқырық деп. Ол құдағи қалмайды ғой ол. Ол үші ол құдағиға ештеңе айта алмайсың. Қалғандардың бәріне пойызға келеді, біздің вокзалда жүреді қазақтар. Топырлап жүреді. Бер тұршы. Кетіп қалма ары қарай. Қайда кетіп баратсың? Мына кел. Құдағиға айғай алмайсың. Құдағиға ішіңнен жынданып тұрсаң да, бірақ құдағи келіңіз мен жерге отырыңыз аға. Құдағи мен жерге отырыңыз, тұр құдағиға орын бер аға. Қайда барасың? Кетпендер шықайға. Ана хабарлаушыны күтіп тұрамыз. Пойыздың келген күтіп тұрамыз. Асығып тұрмыз өйткен Астанаға. Мен ешқашан бар ғой, осы біздің Қазақстанда қай вокзал болсын, осы бізде диспетчерлар бар ғой, солардың бәрін бір жерде оқытып қояды деймін осы бар ғой. Өйткен барлығын сөйлегендері бірдей ғой. Мен ешқашан естімеппін мынандай диспетчерді жаңа. Тұң, құрметті жолаушылар, Астана Алматы бағытындағы нөмір 44-ші жүрдек пойыз 2-ші жолға келіп тоқтады дегенде. Бізде былай ғой. Құрметті жолаушылар, Алматы бағытындағы нөмір 36-ші пойыз 2-ші жолға келіп тоқтайды деп жатырсақ болыңыздар, уважаемые пассажиры. Будьте осторожны при выезде Алматы Астана.